ұстазымыз жақында айтып берді. Оразаның 3 түрі болады дейді. Біріншісі қарапайым ораза дейді. Ол Арман екеуміздің ұстап жүрген оразамыз. Қарапайым ораза деген сәресі де тыңқиып тойып алады. Жел берілген доқ құсап. Сөйтіп аузын тамақтан тияды, болды. Бірақ көзі, құлағы, аузы, тілі, мұрны бөтен иісті сезуден жаңағы. Жалпы басқа ешқандай ағзалары, мүшелері ораза ұстап жатқан жоқ. Бұрын қалай еді, сонымен айналысып жатыр. Өсек па, өсекті де еш нәрсені қалдырмай, тыңдау ма, тыңдау, харамға қарау, қарау. Бәр, бұл қарапайым ораза дейді. Бұл ораза не дейді? Адам қарызынан құтылуы мүмкін. Онда да мүмкін дейді, парыздан құтылуы мүмкін. Бірақ сауап ала алмай қалуы мүмкін. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ғайбат айтқан адам жайлы не деген еді? Бұлар ашыққаннан басқа еш нәрсе алған жоқ деп айтқан еді. Бұл қарапайым ораза деген осы жаңағы көбінесе біз сияқты, өзіміз сияқты қарапайым анау әлі білімге көп, бұның қадіріне көп жете алмай жатқан, бұны тек парыз екенін біледі, ар жағында бұның тақуалыққа жетелейтін нәрсе екеніне мән бермейтін адамдар ұстайтын нәрсе ол қарапайым. Ораза келді деп ораза ұстап, сол жаңағы басқа нәрселеріміз өзгеріс жоқ. Екіншісі, бұл ағзаны тазартатын ораза дейді. Негізі адамдарға парыз ораза осы дейді. Ағзаны қалай тазартады? Адам тамақтан, асқазанды тияды, тілді ғайбаттан тияды, құлақты ғайбат, өтірік, өсек тыңдаудан тияды, көзді харамға қараудан тияды. Бұл нәрсе адамның, мынау жүрек тынышталады ғой бұдан ше. Бұл адамның иманына да пайдасы бар, ағзасына да пайдасы бар дейді. Бұл негізі адамдар ұстау керек болған парыз ораза осы дейді. Ал үшіншісі дейді, екіншісі ағзаны тазартатын оразамызды ұстаймыз, аузымызды, көзімізді, құлағымызды харамнан тиямыз, бірақ күнделікті айналысып жүрген жұмыстарымызбен айналыса береміз. Енді үшіншісі десе бұл әулиелердің оразасы дейді. Бұл бірақ парыз емес дейді. Не десіне? Бұл екінің бірінің қолынан келетін нәрсе емес. Не дейді? Бұл айда әулиелердің оразасы қандай десе, олар бүкіл дүниеден өздерін бұрып тастайды дейді. 11 ай қызмет жасап жұмыс істеп келдік қой. Осы ай ол өзіне демалыс береді, жұмысты тастайды. Барлық нәрседен ше. Былайша айтқан кезінде, енді жұмыс тастайды деген кезде үйі аш отса жаңа тастап кетеді деген нәрсе емес қой. Ол үйінің жағдайын жасап қояды. Бұл еркек адамдар. Қанша аштан өліп бара жатса да, басқасы да бар ғой, ана үйінің қамын ойлап барып өлу керек, еркек адам ше. Мен оразамын деп, жаңағы үйі аш еркек адамдар бар ғой, оразамын деп үйінде жатып алу, оларға рұқсат жоқ ондай. Ораза ұстайсыз, ораза парыз, бірақ әрекетіңді жасауың керек. Ораза екенмін деп үйде талтайып бізге жатып алуға, шалқайып жатып алуға болмайды. Кейбір адамдар айтып жіберуі мүмкін. Бүйткен оразаң бар болсын деп сеніңше, рас қой, күйгенінен оразаға тіл тигізіп жіберуі мүмкін адамдардың. Бірақ бұл қандай десе, әулиелердің оразасы, бұл Арман. Олар қайда жүрсе де тілдері зікірден босамайды. Өйткені ойласаңызшы, әрбір амал 700 есеге көбейеді деп жатқан кезінде, йо-майо дегеннен гөрі, субханалла десең, 700 йо-майо артық па, 700 субханалла артық па? Субханалла әрине. Олар бүкіл амалдарының бәрін сауап, көбейетін сауапқа алмастырып тастайды дейді. Бірақ бұны артынан айтады. Бұл бірақ парыз ораза емес дейді. Неге десе, оны екінің бірінің қолынан келмейді дейді. Біз ең болмағанда жаңа үшіншісін істей алмасақ та, біріншісіне түсіп кетпейік, қарапайым оразаға түсіп кетпейік. Біз осы ортасындағы жаңа ағзаны тазартатын оразаны ұстайықшы деп ниеттенуіміз керек қой.